Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол бас ми жүйкесінің 11-ші жұп нерві, яғни қосымша нерв, латынша nervus accessorius деп аталады. Бұл нерв қызметіне қарай қозғалтқыш нерв болып келеді және екі ядродан тұрады. Nucleus ambiguus және nucleus nervi accessorius. Нервтерін көрсетуден бұрын біз суреттегі көрсетілген заттарға назар аудара кетсек, ол яғни адамның бейнесі, Варольев көпірі, сопақша ми, жұлын миы, мойындырық тесік және мойынның бұлшықеттері көрсетілген. Nucleus ambiguus, қазақша атауы екілік ядро. Ол сопақша мида ром тәрізді шұңқырда орналасқан және 9-шы, 10-шы, 11-ші жұп нервтердің ядросы болып табылады. Сопақша мида орналасқан. Екінші ядромыз ол nucleus nervi accessorius, қазақша атауы қосымша нерв ядросы. Ол жұлын миының мойын сегменттері, яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші мойын сегменттерінің сұр затының алдыңғы мүйізінде орналасқан ядролар. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші ядролары. Бұл нервте екі ядро болуына қарай, сәйкесінше бұл нервті екі бөлімге бөліп қарастырамыз. Яғни pars cervicalis және pars spinalis, яғни мойындық, жұлындық бөлімі және милық бөлімі. Pars cervicalis милық бөлімі. Nucleus ambiguus аксондары сопақша мидың артқы бүйір жүлгесінен шығады. Ал pars cervicalis айттық, енді pars spinalis. Pars spinalis ол жұлындық бөлімі, яғни бұл ядролардың аксондары 6-7 түбіршек түрінде, түбіршек құрап, жұлын миында жұлынның алдыңғы және артқы түбіршектері арасында шығып, бір-бірімен ұласып, бір сабау құрап, жоғары қарай көтеріліп, сопақша миға қарай бағыт алады. Сопақша ми деңгейінде екі ядроның түбіршектері, яғни nucleus ambiguus пен қосымша нерв ядросының түбіршектері бірге ұласып, бір сабау құрап, мойындырық тесік, латынша foramen jugularidен бас сүйек ішінен шығады. Foramen jugulaриде қосымша нерв екі ірі тармаққа бөлінеді. Ramus internus және ramus externus болып. Ramus internus ол кезбе нервтің тармақтарымен ұласып кетеді, яғни 10-ші кезбе нервтің тармақтарымен ұласып кетеді. Ал ramus externus өз кезегінде екі ірі тармақшаға бөлінеді. Musculus, яғни musculus sternocleidomastoideus және musculus trapeziusке барып, осы екі бұлшықеттерді қозғалтқыш талшықпен нервациялайды. Яғни төс бұғаны емізгіше бұлшықетіміз, міне мұнау бұлшықет. Одан кейін трапеция тәрізді бұлшықет. Мынау бұлшықетіміз. Осы екі бұлшықетті иннервациялайтын нерв болып келеді. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер.